Барлықтарыңызға сәлем. Осындай керемет, ерекше әрі жұмсақ дәмді печенье дайындайтын боламыз. Бұл печенье үйдегі бар заттардан дайындалады. Ең алдымен ыдысымызға 2 шай кеседі шекер, сосын 3 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып, шекерді ерігенге дейін араластырып аламыз. Дәл осы рецептпен 4 лист печенье шықты. Егер сіздер аздап жасағыларыңыз келсе, шекерді, жұмыртқаны көлемін аздап салып жасай бересіздер. Сосын 1 шай қасықты толтырмай тұз қосамыз да, 1 шай қасық ас содасына аздап қана уксусты құйып, осылай араластырып, қосып, тағы да 1 араластырып жерген соң 2 шай кеседе айран қостық. Сосын 200 грамм сары майды, кез келген сары май бола береді. Соны ертіп алып қосамыз. Бірақтан сары май ыстық болмауы қажет. Енді осыны жақсылап араластырып отырып, ұн қосып, қамыр илейтін боламыз. Қандай тәтті дайындасаңыздар да міндетті түрде тұз қосыңыздар, аздап мөлшерде, сол кезде өте дәмді болып шығады. Қамыр қатты жұмсақ та емес, немесе қатты болып қалмауы қажет. Орташа қаттылықта етіп, қамыр илеп аламыз. Егер де сіздерге дәл осы рецепт ұнаса, басқа да достарыңызға әлеуметтік желі арқылы бөлісіп, және де қазақша каналды қолдап, менің каналыма подписация жасап, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта сіздер үшін ерекше тағамдар, рецепттер мен бөлісетін боламын. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақтықта, жақсылап осылай 1-2 рет дастарханға алып жасап алған соң формаға келтіріп, енді осыны бетіне пакет жауып, 10 минутқа тындыруға қоямыз. 10 минут жеткілікті. 10 минут уақыт өтті. Енді осылай қамырды бір шетінен алып, мясорубкамызға салып, ет тартқыш және де ет тартқыштан осылай шығарып аламыз. Мінекей, бірден қатты тартып алыңыздар, жай тартсаңыздар, ол кезде формасы әдемі болып шықпауы мүмкін. Міне осылай мясорубкадан шығарып, үлкен кішілеуін өзіңіз жасайсыздар. Осы формасы жеткілікті үлкендігі деген сәтте бірден астынан қаттылау етіп, осылай жылдам тартып аласыздар. Мінекей, осындай әдемі формада болып шығады. Енді бұдан шағын қылып жасасаңыздар да болады, немесе ұзын жасасаңыздар да болады. Біз орташа ұзындықта жасадық. Қазір піскен соң көретін боласыздар. Мінекей, бұл әрине менің анамның жасайтын рецепті. Бұл бала кезімізден осындай печенье жеп өстік. Өте дәмді болады, әрі жұмсақ, үлкен кісілерге де өте керемет. Шаймен ішкенге міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей, біз осындай листке барлығын теріп алдық. Енді бұған жұмыртқа жақсаңыздар да болады, жақпасаңыздар да болады. Мен сіздерге көрсету үшін осыны жұмыртқа жақпай пісіріп көрсеттім. Ал келесі бір листті мен жұмыртқаның сарысын жағып пісірдім. Екеуінің айырмашылығын сіздерге көрсету мақсатында негізі мен үйге пісірген кезде жұмыртқа жақпай пісіре беремін. Себебі құрамында май болғандықтан қып-қызыл болып әдемі болып шығады. Мінекей, енді осыны бір 200-250 градуста қызарғанға дейін пісіріп аласыздар. Өзі пісуге жақындаған кезде керемет тәтті иісі шығатын болады. Мінекей, біздің печеньеларымыз дайын, пісіп шықты. Енді осыны сіздерге қазір қандай жұмсақтықта екенін көрсету мақсатында бөліп көрсетейін. Байқасаңыздар, мінекей, жұмсақ болып бөлініп жатыр. Міне асты да осындай пісіп шығады. Бұл бірінші тарелкада жұмыртқа жағылған печенье, ал екінші тарелкадамызда міне жұмыртқа жаққан жоқпын бетіне. Осындай қып-қызыл болып пісіп шықты. Осындай. Ал рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Ас болсын!